Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жаңа қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демелік. Не көрсе, соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, тамағына, бетіне басып қарап, сырына егер не болса, дауысына ұмтылып, оның ержетін кірегенде үй тұрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естіген бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Оның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ есімізден шығып кетеді ғой. Құмарымызда ер жеткен ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісін тауып сұранып, ғылым таппағандардың жолына неге салмайды екенбіз?